Кайрылуу күн Марка, калың калай, көңүл күйүң калай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Көңіл күйім өте керемет. Биздики да жакшы. Енді бізде бағандан бері сұрап жатқан сұрақтарымыз, ол өзің туралы айтып берсең, отбасы жайлы айтып берсең. Енді өзім туралы айтатын болсам, менің жасым 21-де, студентпін. Негізі Талдықорған қаласының тумасымын. Осы Өскемен қаласында оқимын, Сәрсен Аманжолов университетінде. Отбасында 5 адам бар. Үйдің екінші қызымын. 3 қыз, 1 ұл. Толыққанды отбасынамыз, әкем бар, анам бар. Сол өзім бала кезінен пысық болып өскен қызбын. Ер жүректі, ер бала сияқты өскенмін. Ең бастысы ол ата-анаға деген көмек ретінде өскенмін. Жан жақтымын, барлық айтатын жұрттың қызы деп. Жұрттың қызы деген білесіз ғой енді өзіңіз, жұрттың қызы осындай, жұрттың қызы мынандай деп. Бала кезімнен активны болдым. Түрлі жарыстарға, түрлі ойындарға барлығына қатысып, тек қана сонымен шектеліп қана қоймай, білім жағынан да өзімнің деңгейімді көтеріп жүрген қызбын. Түсінікті. 8 қырлы, 1 сырлы деген қыздар біздікі ғой. Бәрі осы сайысқа қатысып жатыр. Енді осындай сұрақ, сен Талдықорғандан, ата-анаң бәрі сол жақта ғой? Ата-анам бәрі сол жақта, Талдықорған. Сен осы жақта жалғыз келіп отырсың? Иә. Оқуға. Осы жаққа түстің? Иә, серпін бағдарламасымен оқуға келген болатын. Сол уже мінекей 4-ші курсты бітірейін деп отырмын, Алла бұйыртса дипломымды қолға алып. Түсінікті. Өзің қандай маманға түстің? Ақпараттық технологиялар мамандығында оқимын. Қалай, ұнай ма? Әрине ұнайды. Өзімнің сүйікті мамандығым. Негізі басында әскери мамандыққа түскім келген, бірақ онымен бағым жанбай қалды. Содан кейін документтерім барлығын жинап, осы мамандыққа тапсырған болатын. Әскери дейді? Иә. Онда неге андай іште, неге қаладың оны? Бала кезінен әскери форма киіп жүрген адамдарға өте қатты қызыққан болатын, бірақ өкінішке орай бағым жанбады ол жағынан. Не қандай біздің арулар әскери мамандығына бармақшы болған. Түсінікті. Енді сен Талдықорғаннан келдім дедің. Енді біз бұнда салт дәстүр жайлы сұрап жаттық. Бәрін бірінші кастингтен өткен кезде де сұраған болатынбыз. Айырмашылығы бар ма? Енді андай ментальность дейді кейбіреулері, енді Өскемен жақ осындай, енді шығысымыз осындай, оңтүстік осындай деп. Сондай бар ма бізге? Сен көзіңмен? Иә, айырмашылық бар. Біздің оңтүстікте келінді келін ретінде көреді, ал шығыс жақта келінді қызындай көреді. Осы жағынан айырмашылығы бар. Одан кейін бізде анау бұрыннан келе жатқан салт дәстүрлерді қатал ұстайды. Келін бөлек, қызды бөлек тәрбиелейді. Ал шығыс жақта өте жеңілірек қарайды. Сол жағы өте жақсы. Сен ойың қалай енді? Қалай дұрыс болар деп ойлайсың? Енді келінді қатты қыспау керек. Қыз баланы да қатты қыспау керек. Барлығын орташа ұстаса, ол барған жеріне де жақсы болып көрінеді, жақсы болып өзінің ары қарай деңгейін көтереді. Ұятқа қалдырмайды әке-шешесін, тәрбие берген әке-шешесін деп ойлаймын өз басым. Енді сосы заман талабына сай, заман талабына сай. Салт дәстүріміз болу керек. Бірақ та енді заман талабына сай кішкене қатты емес, түсіністікпен қараған дұрыс деп ойлайсың. Мен де келісемін. Енді осы сайысқа қатысып отырғаның сенің, мысалы, қалай ойлайсың? Сенің пікірің қандай? Өзіңе септік тигізді ма өміріңе? Енді мен бұрын соңды енді университет қабырғасына келгеннен бастап өте активный студент дейді ғой. Сондай студент болғандықтан бұл конкурс өте қатты нандай танымалдылыққа әлі алып келген жоқ. Себебі өзім университет қабырғасында жайдарман, болмаса қоғамдық өмір, волонтерствомен араласып жүрген қыз болғандықтан, енді қазақ аруын енді бастап, енді суреттерге түсіп, енді көрініп келе жатырмыз ғой. Енді алдағы болашақта мүмкін басқа жақ қырымнан ашу мүмкін деп ойлаймын өз басым.
Жалпы осы сайыстын өтүү барысы унап жатырма саған? Кандай оюң бар? Әрине, сайыстың өту барысы ұйымдастырушылар тарапынан барлығы әділ түрде шешімдерді дұрыс шығарып жатыр. Сол жағы мен ризамын сіздерге. Енді әркімнің бағына қарай деп ойлаймын. Әр қыз, әр әйел адам бақытты болуға лайықты. Бағың жанса, мүмкін үлкен жетістіктерге де жетесің деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Енді былай сенен бірден қараған кезде, біріншіден енді бой десе бой бар, ой десе ой бар. Сол ерекшелігің сенің атың болды. Атыңды кім қойды? Атымды әкем қойған болатын. Найман руын білетін шығарсыздар. Соның ішінде Жарас деген кісінің Марқа деген баласы болған екен, батыр болған екен да, ол жалғыз өзі жауға тойтарыс берген. Осы Өскемен шығыс жақтың кезінде тұрған екен ол кісі. Соның атына сол қызым сол кісі сияқты болсын деп есімімді Марқа деп қойған болады. Қызықты, сөйтіп атыңды қойды да, іште сосын сенде сондай батылдық бар, қасиет. Ер адамға қасиетті біраз енді сезініп тұрады ғой, сондай қасиетің бар, бірақ сырттай сондай нәзік, әдемісің. Енді бағана сұрап жатырмын қыздардан, сен мына жақта жалғызсың, сонда қолдау көрсетіп жатқан адамдар бар ма? Қандай қолдау бар? Өзімнің достарым бар, осы жерде университет қабырғасында танысқан достарым. Енді алдағы уақытта болашақта да сол достармен араласып кетемін деп ойлаймын. Осы Өскемен аруы байқауына қатысудың бірден бір себебі, жан досым Арай деген қыз маған сіздердің осы жария қылған хабарландыруларыңызды жіберген болатын. Сол кастингке бір күн қалған кезде мен сразу өтініштерді беріп, сіздерге тіркеліп үлгердім ғой. Сол досымның арқасында осындай жерде отырмын деп ойлаймын. Қалай күшті, досыңыз қолдап отыр ма әлі? Әрине қолдап отыр. Сіңілдерім бар осы жерде, өзімен бірге алып келдім. Класстасым бар, барлығымыз бірге. Марқа, сен аласың, алға деп отыр. Сіңілдерің, туған сіңілдерің ба? Туысқан, жиенім. Түсінікті. Былай мына жақта былай туыстарың? Ондай ешкімім жоқ. Қандай батылдық, ол өзге қалаға барып, осылай өз-өзің дамыту жолдасын. Түсінікті. Енді бағандан бері қыздар өзі қолдау көрсетіп жатқан жандарға алғыстарын айтып жатыр, осы сәтті пайдаланып отырып. Сол сенде де бар шығар? Мен ең бастысы өзімнің ата-анама алғысымды білдіргім келеді. Мен осындай тәрбиелі, мықты қыз ретінде тәрбиелегендеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз. Сіздерді мен қатты жақсы көремін, және де өзімнің достарыма алғысымды айтқым келеді. Сендер барда мен ешқашан төмен қарап жүрмеймін. Және де барша қыздар мен әйелдер қауымына айтқым келеді. Әдемілік ол сыртқы көріністе емес, ол ақыл ой мен парасаттылықта дегім келеді. Және де қалған ару қыздарға сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен. Жас болса да көрдіңіздер қандай терең ой салады сіздерге де. Рахмет үлкен. Сіздерге де көп рахмет.